Қазан, тұман жел. Бүгін елімізде ауа райы қандай болады? Ассалаумағалейкум құрметті тыңдаушылар, күннің соңғы жаңалықтардан бейхабар қалмас үшін каналымызға тіркеле кетіңіздер. Синоптиктер бүгін 3 қазанда республика бойынша ауа райы қандай болатынын болжады деп хабарлайды kaz.kz қазгидромет РМК ресми сайтына сілтеме жасап. Метеорологтардың мәліметінше еліміздің солтүстік және оңтүстік өңірлерінде антициклон әсер етеді. Содан жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Елдің оңтүстік шығысында, орталығында, батысында атмосфералық фронттардың өтуімен жаңбыр жауып, найзағай ойнауы мүмкін. Бүгін оңтүстік шығыстың таулы аймақтарында жаңбыр, қар түріндегі жауын-шашын күтіледі. Синоптиктер бүгін Қазақстан бойынша тұман, елдің оңтүстігі мен батысында екпінді жел соғатынын болжады. Түнде Ақмола, Павлодар облыстарының солтүстігінде, шығысында, Қостанай солтүстік шығысында, солтүстік Қазақстан облысының оңтүстік шығысында -1, -3 градус үсік күтіледі. Бұдан бөлек Түркістан, орталық шығыс, оңтүстік Қызылорда облыстарында өрт шығу қаупі сақталуда. Мамандар Жамбыл, солтүстік батыста, оңтүстікте Маңғыстау облысының орталығында, Атырау облысының оңтүстігінде, шығысында өрт шығу қаупі жоғары екенін ескертті.